Екі кеме, бірінші бөлім. Сенен шаршадым, тойдым, біттім деген Ермек, аяғына оралған 6 айлық қызына да, сары үрпек балапан секілді бір бұрышқа бүрісіп тұрып қалған үлкен қызына да қараған жоқ. Әйелі Айзатқа бар ашуын төгіп тастап, сыртқа атып шықты. Іле шала артынан шыққан Айзатқа ызаға толы көзін бір қадап, сен адам болмайсың, сен маған қатын болып жарытпассың деп, сұқ саусағымен әйелінің иығынан нұқып жіберді. Жебедей қадалған ауыр сөздерден бас көтере алмай қалған бейшара әйел есік жақтауына сылқ етіп отыра кетті. Менің кінәм не? Не істедім? Осыншалықты қадірсіз болатындай не жазығым бар еді деп өкіріп жылап қала берді әйел. Әйелінің отбасына адал екенін, титтей жазығы жоқ екенін іштей білсе де, мойындағысы келмеген Ермек көзі тұманданып, құстай ұшып, ашынасына қарай жол тартты. Қит етсе, осы жаққа келгісі келіп тұрады. Сәулемен жасырын кездесіп жүргендеріне 1 жылдай уақыт болған. Сол кеште Сәуле Ермекті назданған қылығымен бірден баурап алды. Достарымен бірге жұмыстан кейін кафеде демалып отырған. Көрші үстелде жарқырап күліп отырған 3 келіншектің ішінен Сәуле бірден көзге түседі. Қара шашты, беті қардай аппақ, тістері түп-түзу келіншектің ақ сазандай сандары қысқа етектің астан мен мұндалап тұрғандай. Сыраға қызып алған еркектер емін еркін отырған 3 сұлу келіншекті көзбен ішіп жеп барады. Ермек те шыдай алмады. Ішіне түскен сыраның күшімен батылданып, орайы келген кезде лып етіп Сәуленің жанына барды. Қалайсың деді. Сәулені бұрыннан танитын адамдай. Бұған да керегі сол. Қымбат костюм киген, сымбатты еркекке қылымсып қарап, үлкен қара көзін төңкеріп, біз таныспыз ба деді. Таныс болмасақ, танысармыз. Түн біздікі деді Ермек. Сәуле жарқылдап күлді. Ермек даяшыны шақырып, Сәулелер отырған үстелге қымбат шарап алғызды. Сол түні Ермек алғаш рет үйіне қонған жоқ. Айзат 2 жастағы қызын бауырына басып, томпиып шығып қалған ішін сипалап, таңға илегізіп шықты. Әне келер, міне келер деп күйеуін сарыла күтті. Басында телефонын көтермеген Ермек кейін мүлдем телефонды өшіріп тастады. Айзат, Алла, әйтеуір аман болса екен, тек тыныштық болсын деп бір Құдайдан ғана көмек сұрады. Жанындағы достарының бірде-біреуін танымайды. Бұрын істес болған жігіттермен отырамыз. Мені күтпей ұйықтай бер, деген Ермек шыттай киініп жатып. Ермек, мен жалғыз қызыммен ғана түнде қорқамын. Ертерек келуге тырысшы. Қызымызда кішкентай білесің ғой деп өтінді Айзат. Ой, сен де бір мияулай бермеші. Елдің қатындарын қарашы, күйеулері айлап жылдап вахтаға, анда-мында кеткенде үндемей-ақ тыныш отырады ғой. Миымды ашытып жібересің деп, аяқ киімін тез-тез киіп, әйелінің бетіне де бұрылып қарамай шығып кете барды Ермек. Айзат пен Ермек бір-бірін сүйіп қосылған. 2 жылдай қыз бен жігіт болып жүрді. Ермектің де, Айзаттың да әке-шешелері ауылда. Қалада әкесі ашып берген тігін фабрикасы бар. Ермек үйленген соң Айзатты өзінің пәтеріне алып келді. 3 бөлмелі пәтер қаланың қақ ортасында орналасқан. Ермек пен Айзат осы пәтерде жаңа өмірге қадам басты. Ермектің де, Айзаттың да әке-шешелері жас жұбайлардың өміріне кірісіп араласқан емес. Әйтеуір, балалар бақытты болып бірге тұрып кетсе болды деп, бұларға толық еркіндік берген. Екеуі бақытты сияқты еді. Біраз уақыт өткен соң Ермек күрт өзгере бастады. Үйде отырған Айзатты жанына ертіп жүрмейтін болды. Жұмысы, іс сапары көбейді. Сөйтіп жүргенде Айзаттың аяғы ауырлап, дүниеге қыз әкелді. Өмірге келген періште, іргесі бекімеген жас отбасының босағасын берік қыла алмады. Ермек қызына қанша мейірленсе де, Айзатқа тоң мойын күйінде қала берді. Айзат бұның сырын ұғына алмай дал болды. Күйеуім маған суып кететіндей, менің қай жерім кем, нем жаман, қай жерден қателестім деп, ұзын айна алдында тұрып өзіне мың сұрақ қоятын. Ермектің өзінен де сан мәрте сұрады. Ол болса, әңгімеден қашып, басымды қатырма, шаршап келдім деп теріс қарап, ұйықтап қалатын. Айзат қызын бағып жалғыз өзі таңнан қара кешке дейін үйде болды. Қалтасында көпіріп ақшасы жүрсе де, Ермек әйеліне келгенде тиынға дейін санап беріп, сараңдық танытты.
Сырт көзге не ішем, не кием демейтін дәулетті отбасы болып көрінгенімен, ақиқат басқа. Айзат азаматының алтын басына кіргелмесін деп дымын ішіне сақтады. Кім сұраса да жағдайым жақсы деген бір ауыз сөзбен шектелетін. Ақиқатты ақтарып салғанның өзінде бұның сөзіне кім сенеді? Фабрикасы, үйі, көлігі бар бастықтың әйелі жарқырап киінбейді дегенді кім естіген? Ермектің бет пердесі сыпырылып түсіп, сараң, қыдырымпаз, отбасына жылу бере алмайтын қатыгез болмысы күн өткен сайын тайға таңба басқандай анық көріне бастады. Ойлайтыны тек ақша, байыған үстіне байи түссем дейді. Айзат күйеуін ештеңеге қарамастан шын сүйем бір секундта доғарған емес. Тағдырым осы болса, көнем, көтерем деп Ермектің алдында иіліп кішірейе берді. Сөйтіп жүріп, екінші перзентіне аяғы ауырлап қалған өзі де байқамады. Ермек бұл жаңалықты естігенде селт еткен жоқ. Бұған тағы бала керек емес секілді. Айзат сүйіп қосылған жан жарын танудан қалды. Үйде бөлек, түзде басқа. Осындайда екі жүзділік болады екен-ау. Туысқандарына қонаққа барған. Ермек әп-сәтте өзгеріп сала берді. Әйеліне ардақты жар, қызына қамқор әке рөліне кіріп кеткені соншалық Айзаттың күлкісі келді. Сырты күлкі, бірақ іші жылады. Бұл қойылымға еті үйреніп те қалған. Үйге келген бойда тоң мойын, көңілсіз Ермек қайта оралды. Үйде ауыр үнсіздік орнады. Бейкүнә қыздарының ғана бұлдырлаған даусы ара-тұра естіледі. Айзаттан соңғаны, амалсыз жүргені анық. Бұған көзі жеткен сайын Айзат шоқ басқандай ыршып түседі. Жоқ, Ермек не істесе де көнем. Тек одан айырыла алмаймын деген әйел күйеуінен тірідей ажыраудан өлердей қорқады. Сөйлесуі керек. Дәл қазір сөйлеседі. Ермек, бүгін жақсы отырдық. Қызымызды туыстарға апарғанымыз дұрыс болды. Саған рахмет, деді Айзат бәсең дауыспен. Аузына түскен сөз осы болды. Өйткені соңғы рет қай күні арқа-жарқа болып бірге тамақ ішкендері есінде жоқ. Ермек аңтарылып бір қарады да оқас жоқ деді. Айзат күйеуінің жанына барып отырды. Басын иығына қойды. Осылай отыра берсе шіркін, уақыт өтпесе. Бір кезде Ермек әйелінің басын сілкіп тастап тұрып кетті. Шкафты ашып, киімін ауыстырып қайта киіне бастады. Күндегі әдеті. Қайда баратыны беймәлім. Үйде болғысы келмейді. Күндіз онсыз да жұмыста, түнде де сол далаға безеді тұрады. Бір жақсысы қанша кеш болса да өз үйіне, ақ төсегіне келіп ұйықтайды. Көңілге сол да медет. Іштен тынып қала берді Айзат. Тағы да. Күн артынан күн, ай артынан ай зулап, Айзат екінші қызын аман есен босанды. Ермек жұмыстан қолы тимейтінін айтып, телефонмен такси ұстап үйге өзің бара бер деп перзентханадан шыққан әйеліне. Айзат пен Ермектің арасы шындап суыды. Айзат көңілі қанша қалса да, екі қызы үшін бәріне шыдауға бекінді. Бұл күнде неке тек қағазда қалған. Аңсары көңілдесі сәулеге ауғалы, бері үйге анда-санда бір келетін болды Ермек. Айзат күйеуінен бір жола айырылғанын анық түсінсе де, көңіл шіркін бір жақсылықтан үміттеніп, Ермегін жамандыққа қимады. Екі қызын өсіру жүгі жалғыз өзіне артылды. Сол күні Ермектен ауыр сөз естіп, есеңгіреп қалған күні Айзат жерде ұзақ отырды. Екі кішкентай қызы үйде жалғыз қалса да, Айзат орнынан тұрғысы келмеді. Подъездің жақтауына сүйенген күйі қалың ойға шомды. Жас келіншектің бұл күйі ақылынан алжасқан жарым жанға көбірек ұқсайды. Өмір мен үшін бітті. Ермексіз мен кіммін? Екі қызды неге тудым? Оларды әкесіз қалай өсірем деп жанын жегідей жеді Айзат. Күйеуінен тірідей айырылмаудың бір ғана жолы бар. Егер оған барса, қалған өмірі тозаққа айналмақ. Ары, намысы тапталған бейшара әйел қалпына түспек. Мейлі, тәуекел. Қыздарым әкесіз қалмау үшін өзімді құрбан қылдым деп бекінді Айзат. Ермек нақ сүйері сәулені құшағына қысып, жайбарақат отырғанда телефоны шырылдады. Айзат екен. Сәуле, жаным, Айзаты несі? Осы қазір ажырасып келдім деген жоқсың ба? Деді Ермекке сұраулы жүзбен еркелей қарап. Ермек сасқалақтап қалды. Ажырасам, жаным. Уайымдама, сотқа арыз жазам, деді сосын. Арада бір аптадай уақыт өткенде, Айзат бір қызын жетектеп
Екінші қызын көтеріп, Ермектің әке-шешесінің үйіне ауылға жол тартты. Үлкен кісілерден ақыл сұрап, бар шындықтың бетін ашып тастамақ. Айзатты ата-енесі қуана қарсы алды. Алдымен енесіне жылап отырып, бар жағдайды баяндады. Апа, Ермектің біреуі бар ма деп күдіктенемін. Бізді тастап кететіндей, мен оған сатқындық жасаған емеспін. Себебін түсіне алмаймын. Қатты толып кеткенімді білесіз. Дәрігер күйзелістен де адам семіреді дейді. Мүмкін ұл тауып бермеді деп күнәлайтын шығар. Бұл менің қолымдағы нәрсе ме, айтыңызшы. Сөйлеспейді, ашып айтпайды, мені жек көріп кеткен соншалық көргісі де келмейді. Мен кетем ғой, бірақ мына екеуінің тағдыры не болмақ, деді Айзат, екі кішкентайын иегімен ұстап. Ермектің анасы төбесіне жай түскен адамша состиып отырып қалды. О заманда бұл заман келін жылап келеді деп кім ойлаған? Айзаттың күйеуіне, қайын жұртына деген адалдығы соншалық, өз ата-анасына барудың орнына Ермектің ата-анасының алдына келіп, сыры мен шынын жайып салды. Айзаттың жаңбырша төгілген көз жасы жүрегінен қарып өткен енесі, бұл бала әлі адам болмапты. Дайын асқа тік қасық етіп өсірген, өзіме де обал жоқ. Ауылда қалмаймын деп, тулаған соң әкесінің мыңғырған малының арқасында оқыттық. Фабрика ашып бердік. Көз ашқалы, ақшадан қиналған, әлденеден тарыққан күні болған емес. Бірақ ештеңенің қадірін білмейтін қайырымсыз болып өсті. Келін, шырағым, жылама. Ермек тым өзім білемдікке салынды. Іштен шыққан шұбар жылан емес пе? Өз білегімді өзім кесе алмаймын. Әп-әсем келіншегімен періштедей екі қызын қалай көзі қиып отыр деп ақырды. Көп өтпей ата-енесі қаладан ұлдарын шақыртты. Үлкен кісілер ажырасқалы тұрған жұбайларды бір-біріне қанша қосуға тырысқанымен бәрі бекер. Ермек басы дуаланған адамша ешкімнің сөзіне тоқтамады. Қарағым, шиттей бала-шағаңды жетіме кетпе деген шешесіне құлақ асқан жоқ. Ермек кетем десе, оны алып тасқында тоқтата алмайды екен. Көңілі басқаға ауған Ермек ешкімге бой бермей, Айзатты екі қызмен бірге төркініне апарып тастамақ болды. Ермектің әке-шешесі зар жылап қала берді. Ермек көлігіне Айзат пен екі қызын тиеп алып жолға шықты. Ермек, соңғы сөзім. Бұған тек екі қызым үшін барайын деп отырмын. Айтып өлтір, жазығым не, деді Айзат. Өмірімдегі ең үлкен қателік саған үйленгенім болды. Сені сүймеймін. Мені босат, Айзат. Сені бақытты ете алмаймын, деді Ермек. Неге? Неге олай дейсің? Екеуміз бір-бірімізді сүйдік қой, деді Айзат шырпыр болып. Жоқ, сені сүймеппін. Аяппын. Сенмен бірге елдің алдына шығуға ұяламын. Сен маған лайық емессің. Қолынан не келеді? Түкке де жарамайсың. Саған қалай үйленгеніме таң қалам. Мен бастықпын. Неше түрлі іскерлік кездесулерге барам. Сені елге не бетіммен көрсетем. Оқымаған, үй шаруасындағы семіз әйелді көргенде, бизнес серіктестерім тым-тырақай қашып кетпей ме?